Ассалаумағалейкум, қазақ жамағаты. Мен Ақылбеков Дәулет, Түркістан қаласынан боламын. Ақыр күн 10 күннің ішінде, 2 аптаның ішінде естіп жатқан болсаңыздар керек. Соловьев деген телеарнаның өзінің репортері сөйлеген сөзін, Дугин деген политик, соңында Валуев деген боксер өзінен қанша жеңіл соперниктерінен таяқ жеп жүрген. Ол білет масса керек емес екендігі. Ол қанша ауыр болғанмен, қанша өзі үш есе жеңіл боксерлардан таяқ жеп жүрген. Нокаутқа түсіп. Өзбектен, американистен. Енді болса қазақтардан таяқ жейін деп жүр. Көрерміз. Олар қорқытқанмен біз қорықпамаймыз ғой. Біздің өкімет қорқақ болып отыр. Бірде-бір жауап бермеген. Армяндар қандай сөйледі. Өзбектер жарайсыңдар, ағайындар. Депутаттар қандай сөйледі. Біздің өкімет үндемей отыр. Әтейге күтіп отырдым. Бір сөз болса да айтсын деп. Жоқ. 2 аптаның ішінде ешнәрсе деген жоқ. Қорқытты. Демек олардың өзі күтіп отыр гүлмен. Соған сеніп отыр олар. Келеді деп. Өз уақытында мен Тоқаевқа айтқам. 9 қаңтар күні болса керек 22 жылы. Қазақ халқы террорист емес деп. Бұнысында да айтам. Қазақ халқы бітіп қарап отырмайды сендерге. Көтеріледі, қарсы шығады. Орта Азия қарсы шығады. Өзі көреміз. Не болып не қоятын. Қазір өкімет қорқып отыр. Қорққаннан аузын ашамай отыр. Блогерлер сөйлеп отыр. Блогерлер айтып отыр. Блогерлер кейін шығады. Сен кімсің мемлекеттің артынан сөйлейтін деп. Негізі мемлекет үндемей қорқып отқан екен, біз сияқтылар шығады. Сендердің де шындық жоқ Қазақстанда. Прокуратура болсын, сот болсын, ішкі істер министрлігі болсын, бәрі коррупция. Бірде-бір дәлелдемес балдарды қаматып жіберіп жатыр. Қазақтарды қаматып жібереді, дәлелдемес, шындықты айтқаны үшін. Шындық болғанда боқтап та сөйлеп жатқан жоқ. Соның несін біраз шындығын көрсеткен үшін ұрып қаматып жатыр. Орыстарды болса штрафпен 80 000 теңгемен құтылып кетіп жатыр. Бұл біздің Қазақстан. Жаңа Қазақстан. Жаңа Қазақстан әшейін ауызбен айтылып қоя салды. Ескі Қазақстанда қазақтар жаңа Қазақстанға рахаттанып, ұрып, коттедждер құрып жатыр. Порш, Феррари машиналар мініп жүр. Қалай ескі Қазақстанда жасаған болса, солай жаңа Қазақстанда жасап жүр. Жаңа Қазақстанның бір тиын пайдасы жоқ бізге. Әшейін олар ақша ұрлау, ақша жеу, жымқырту. Сол. Айтпақшы, добро пожаловать в Казахстан. Встретим вас свинцовыми цветами. На любой вкус. Раз на раз Россия проиграет от Казахстана. Это не 30-е, 20-е годы прошлого века. Что, из-под тишка обмануть и посадить. Как чеченцев в свое время, ингушев, да? Сажали. Выгоняли с родных мест. Из-под тишка. Ночью приходили, забирали и что хотели, то и делали. Теперь это не пройдет. Будем огрызаться. Так что Казахстан это вам не Украина, бля. После Казахстана вы 100% распадетесь. Ждем-с.